игротекада отыратындар бар, компьютер ойын ойнайтындар бар да. Онда ұйықта. Сен үшін ұйқы қайырлы. Қадір түнінде ең көп жасалынатын құлшылықтардың бірі, бірінші таравих намазы. Мешітімізде таравих намазы оқылады. Сол таравих намазға қатысу керек. Уағыз насихат болады мешітте. Одан кейін әрбір өзінің жеке нәпіл құлшылықтары бар. Тахаджуд бар. Қандай бағана дұға тілектер болса, шын жүрекпен шыққан сол құлшылықпен өткізген дұрыс. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, Айша радиаллаху анха айтады, пайғамбарымыз айтады, Алланың елшісі, қадір түн көрсек қандай дұғаны жасайын дейді ғой. Сонда пайғамбарымыз осы дұғаны үйретеді. Аллахумма иннака афуун. Аллахым, расында сен кешірімдісің. Тухиббул афва. Кешіруді жақсы көресің. Фаъфу анни. Менің күнәмді кешіре көр. Менің күнәмді кешіре көр деген секілді осы дұғаны айтқан жақсырақ дейді. Осы дұғаны көп айтқан жақсырақ. Және тағы да құлшылықтар бар. Садақа бер, жақсылық жаса, сыйлық жаса, Құран оқы, зікір айт, әртүрлі құлшылықтар бар. Алайда бұл түні біреулері бар, қате пікір бар да, бұл түнде ұйықтамау керек. Таңға ұйықтамау керек деп сөйтіп игротекада отыратындар бар, компьютер ойын ойнайтындар бар да. Жоқ, бұл түнде ұйықтамау керек деген мағынасы құлшылықпен өткіз. Егерде құлшылықпен өткізе алмасаң, онда ұйықта. Сен үшін ұйқы қайырлы. Күнә істегеннен гөрі онда ұйықтаған жақсы. Түсіндіңіз бе? Қадір түнді ұйқысыз құлшылықпен өткізу жалпы мұстахаб амал. Мұстахаб дегеніміз жақсы көрінген амал. 1-2 сағат құлшылықпен өткізетін болса, қалған уақытты демалуға әлбетте шариғат рұқсат беріледі, өзің қалауында. Бірақ та күнә істерден аулақ болу керек. Ғапылдықпен өткізбеу керек. Барынша құлшылықпен өткізген дұрыс.